Kolda kemirdi de. Ha? Yıka, şuşan çarşı da. Lan çekol darım. Zintan bu kuva. Qaytdim, sabag'an bizde bırak jiyildi. Sonda ölgünçe qarab turib. Ya 5 adam qalibdi, 5 adam degip qalın kep sabak ketdi ağa. Onu görüp geldim ya biz kemese. Biz de onu görüp geldik ağa. Ahmet деген kız var. Men бар. Bu жерде бұрынғы Серікбай Шүжей бар. Сейсенбек бар. Bu жерде Жолдыбай деген бір азамат бар. Осы бекеміз бар да халықтың арасынан уәкіл болып енді мына ешігерде бәріміз білеміз ғой. Заңның астында жұмыс жасайық деп бетеуіміз барып қыстақта нежылумен тергетік айттық. Сендер осындай мына қарадөңді беріңдер, биыл алып беріңдер. Мына жайылыста халық қуып ал. Мысалы 10 тұяқ сиырым болса, менен де бір 10 тұяқ сиырым бар әзір. 6 бұзауым бар, 16 тұяқ. Қай шақтатып алайын десемші, 8 сом екен. Ал мен шамам кетіп жатыр. Мен бір 3 айдан бері 10 тиындық жұмыс жасай алмасам, мен 2 білегіме жан бағып жүрген адам, менде 5 жан, өзіммен бастағанда 5 жан бағып отыр менде. Сондықтан осыны бір жайылысқа алып беріңдер деп халықтың, мына менің жұмысым емес. Мына осы жердегі Ақшиде отырған Төрей семьяның жұмысы. Төрей жантаның жұмысы. Сонымен сөйтіп айттық, сөйтіп айтып едік. Бұлар осы жерде келдік, осы жерде Қусаужымен тайлағалы кепті. Соның біз осы жерде шығып, тағы да осындай. Ол кезде даңғымадық, сақшысы бар, жұмсасы бар, дәубәні бар, 3 Қусаужи түсіріп қайттық. Соның бесеуің бар деді, бесеуіміз халықтың арасынан шығып бардық. Міне, мына кісіде бар. Мына адамда бар. Мына адаммен тағы бір әйел кепті. Не сіздің өзіңіз тәрбие атқан соқалы ғой? Бізде осындай бардық. Сөйтіп едік, мына кісімен ауылдан тағы бір келдешешті бір әйел кепті. Әйел келді де осындай айтып кетеді. Біз үштеп сәтиян дың деді. Лаубай Чиншан омын тәрбие атқа ұтиян. Сәтиян дың, Лаубай Чиншан соқалы. Сен ауылға бармайсыздар, телефон қылмадыңдар. Ой, ауылға барған деді, қыстақ алдымен қыстақ өзі бітіреміз деді. Не ауылдан келді ғой. Ол қандай оның қандай бағана жауап берген Адам Ya oğlum soran day tutarını. Soran yapan diyor ama visa darını. Халық бірақ көрді. Қанбай кірін бірақ көрді. Şimdi bırak gördük akşı içinden. Ақша неге?